Арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз омыртқалар және мойын омыртқаларға арналған жаттығулар жасамақпыз. Жаттығулар жалпы жеңіл болғанмен, омыртқаларында ақауы бар адамдарға өте қиындау өтеді әрине. Сондықтан асықпай, баппен жасауға тырысу керек. Әрбір жаттығуды ішке терең дем алып, шығару арқылы жасаған абзал. Сол кезде көбірек пайдасы тиеді. Бірінші жаттығу, басымызға, желкемізге қолымызды осылай айқастырып қоямыз. Оңға, солға бұрыламыз. Дем алу арқылы. Жеті, 8 рет жасасаңыз жеткілікті. Екінші жаттығу, қолымызды барынша артқа қарай созамыз да, қолымыздың ұшымен аяғымыздың ұшына тигізуге тырысамыз, басымызды, маңдайымызды тізеге тигізуге тырысамыз. Асықпай, баппен жасаймыз. Бұл жаттығуды да 7-8 рет қайталап жасасаңыз өте жақсы пайдасын тигізеді. Келесі жаттығу. Қолымызды бүйрегімізге ұстаймыз. Не оң қолымызды, не сол қолымызды керісінше. Тағы да осылай дем алу арқылы қолымызбен ары бері барлық жаттығуды жаңа айтқандай 7-8 рет қайталаймыз. Шамаңыз келіп жатса, күніне 1-2 рет жасасаңыз